Саламатсыздар оқушылар. Бүгін енді біздер физика сабағында жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен тақырыпқа шолу жүргіземіз. Өткен тақырыпта фотоэффекті фотондар туралы. Осы білгенге маған әдісі бойынша я жоқ деп жауап береміз. Тақтаға қарайық, бірінші сұраққа кім жауап береді? Перизат. Фотоэффект құбылысының негізінде жасалған құралдар фотоэлементтер деп аталады. Жауабы я. Жауабы я. Кім жауап береді? Фотон дегеніміз энергиясы H ню тең элементтер емес бөлшек. Жауабы жоқ. Жауабы жоқ. Яғни бұл қандай бөлшек болады? H ню. Ню болу керек. Ерке болады. Фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы түскен жарықтың жиілігіне тәуелді, ал интенсивтілігіне тәуелді емес. Жауабы я. Жауабы я. Арғай, төртінші сұрақ кім оқиды? Мен оқимын. Ал оқи ол. Абсолют қара дененің интегралдық энергетикалық жарқырауы абсолют температурасының төртінші дәрежесіне тура пропорционал. Я. Я, яғни тура пропорционал екен. Соңғы сұрақ кім оқиды? Жарық сәуленің құрамында кездесетін барлық толқын ылғалдарының жиынтығы спектр емес. Жауабы. Яғни бұл біздің өткен сабаққа шолуымыз. Енді дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі жаңа тақырыптан параграф 55 лазерлер сызықтық емес оптика туралы түсінік. Сызықтық емес оптика туралы түсінік. Параграф 55. Тақырып жазамыз. Енді тақырыпты жазып болса, бүгінгі сабағымыздың мақсатына тоқталайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, оқу мақсатымыз екен, лазердің құрылысымен және оның әсер ету принципін түсіндіру. Бірінші мақсатымыз. Екінші мақсатымыз голографияның даму кезеңдерін талқылау. Осы екі мақсатпен жұмыс істеу үшін қазір сіздерге топтық тапсырма беріледі. Жаңа сабақта түсініп голографияның, лазердің құрылысымен танысу үшін. Бірінші топқа лазер деп отқанымыз не? Оны ашқан кімдер екенін қосымша оқимыз. Сосын екінші топқа сызықтық емес оптика, голография жөнінде тапсырма. Ал уақытымыз кетті. Осы тапсырманы, және оқу мақсатына пайдасын тапсырманы орындаймыз. Бірге жұмыс жасаймыз. Ал жақсы, уақытымыз болған сияқты. Ал бірінші лазер деп отқанымыз не? Жарықты еріксіз сәулелердің көмегімен күшейту. Жарықты еріксіз сәулелердің. Соны ашқан тақтаға қарайық мына жерде. Кімдер
жыл мың тоғыз жүз елу үшінші жылы Басов пен Прохоров, Таунс пен Вебер сантиметрлік диапазондағы электромагниттік толқындарды күшейту үшін еріксіз сәулеленуді ұсынды. Лазер алғаш рет 1960 жылы ақш-та іске қосылған. Яғни ең бірінші сонда 60-шы жылы осы лазерді ойлап қалу сол іске қосылды. Одан кейін барып сол лазерді өзі шығару, индукцияланған сәуле шығару. Оны алғаш зерттейтін тағын айтамыз лазер жөнінде. Лазер кезінде атом сәулелену энергиясын жұтады. Энергия жұтылады. Атом аз уақытта энергиясы көбейтіледі, оны спонтанды сәулелену деп атайды. Жұтылады және спонтанды сәулелену бар екен. Яғни бір атом екінші атомды яғни әсер ету арқылы энергиясын күшейтеді. Атом жұту мен спонтанды сәулеленуден басқа өзгеше сақталған сәулелену бар екенін 1916 жылы Эйнштейн зерттеді. Яғни мына ғана айтқан индукцияланған жөнінде Эйнштейн зерттеген болатын. Жақсы, яғни лазер зерттеген. Келесі сендерге қысқаша айтамыз, сосын тағы сұрай беремін. Сызықтық оптика. Кадимки жарықтан шығатын толқындағы электр өрісінің кемелігі атомдағы өріс кемелігінен аз. Сондықтан ортаның оптикалық қасиеттері жарықтың интенсивтігіне тәуелді емес. Бұл сызықтық оптика. Бұл не деп атаймыз? Сызықтық оптика деп атаймыз. Тағы айтыламыз. Сызықтық емес оптиканың кейбір құбылыстарын қарастырсақ, бірінші құбылыс жарықтың сызықтық емес шағылуы. Интенсивтік өте жоғары болғанда шағылған жарықтың құрамында жиілігі түскен жарықтың жиілігіне тең шағылған сәуледен. Ал екінші құбылыс жарық сәулесінің спонтанды фокустаулы. Параллель жарық шоғу вакуумда немесе басқа кез келген ортада тарағанда дифракцияның салдарынан шашпайтыны белгілі. Үшінші құбылыс көп фотонды процесті. Интенсивтік аса жоғары болмаса түскен фотонның энергиясы, яғни екі энергетикалық деңгейдің айырымында тең болғанда атом фотонды жұтады. Яғни бұл мына сызықты емес оптикадағы құбылыстар екен. Енді бала осы тақырыпқа байланысты сіздерге жұптық жұмыс береді. Бірге жұппен жасаймыз. Жұптық тақырыбына береді. Сәйкестендіру арқылы жұптық тақырыбына береді. Осыған бұл жетілі. Сәйкестендіру. Біреуін жұппен жасаймыз. Енді мына топтық жұмыста екі топта жақсы жауап берді. Бұны біздер ұпай санымен кестеге толтырамыз. Алдында тұрсын, жұпты жұмыс сәйкестендіруді орындады. Жұпты қазір кестеге толтырып бағалаймыз өзіміз. Топтық жұмысты бағалаймыз, және жұпты жұмысымызды. Енді оқушылар жұпты жұмысты орындап болса, сұрағымызды ашамыз. Сұрағымызда есеп бар. Сұрағымыздың 88 бетін ашамыз. 88 беттегі жаттығудың бірінші топ орындайды, екінші топ орындайды. 26 жаттығу. Әрқайсымен жеке жұмыс жасаймыз. Өзіміз.
Екінші Terbiyeyle kondemiz. Очень медицинский специалист вообще какой-то, он какой-то. Sonra ise bu fazlalıkla var. Sarılattınız. Жақсы. Енді жеке жұмысты орындап беретін болсақ, балалар, қазір жұмысыңызды бағалау үшін сіздерге мына кестені беремін. Сол кестеге бағалаймыз бір-бірімізді. Яғни бағанағы фондпен жұмысты бағалаймыз, ұпай санымен сәйкестендіру жеке жұмысты есепке шығаруды бағалаймыз. Енді бағалап болсақ, кестені жинаймыз. Енді бәріміз бері қарап, ауызша осы сабақта не түсіндік, нені үйрендік, сол жөнінде қысқаша ауызша айтып кетеміз. Диляра айта ол. Жақсы, как метод? Динара айтшы. Жақсы. Олай болса, балалар, сіздерге тапсырма, үйге тапсырма, қазір кесте бойынша ұпайларын жинақтап бағасын бағалаймыз. Үйге тапсырма, лазердің қолданылуы қайда қолданылады, және голография деген қайда қолданылатын жөнінде оқып келеміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.